Не алсам екен, ешқайсысы ұнамайтын алатын. Мынау дұрыс сияқты. Білмеймін, өзіме белгілеп алайыншы. Мүмкін келер. Сәлем аяулым. Қалайсыз? Аяулым, сценарий дайын болды ма? Я бүгінгі сұхбатқа дайынбыз, жалпы, сценарий мынау. Сен бір нәрсеге уайымдап тұрған сияқтысың. Я алда 7 мамыр келе жатыр ғой. Әкеме бір ерекше сыйлық алайын десем таппай тұрмын. Біреуін таңдасам, біреуін сапасы, біреуін тағы бірдеңесі келмейді. Мына бір иіссу, мына бір Сәлем жейделер. достар, бізде жаңа айдар, child сөз деп аталады. Алдағы уақытта біз кішкентай балалардан өте маңызды сұрақтардың жауабын біліп алатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтқандай-ақ, осы сыйлықтар туралы балалардан сұрап алсам қалай болады? Мүмкін олар бір керемет идеялар айтатын шығар. Жақсы идея, негізі кішкентай балалардан керемет идеялар туындайды ғой. Расымен де. Онда осы жол түсірілімде сен сұхбат алып көрсең қалай болады? Иә, осы сұрақтарды қойып жіберейін, осыларды сұрайын. Жақсы онда, жақсы болды ғой. Сен сұхбат алсаң, мен өз жұмыстарыммен. Мына гүлді қайтып бара жатсың, қандай күшті? Бұл гүлді мен 7 мамырға ескерткіштің алдына қоюға бара жатырмын. Мерекеге орай, қандай күшті идея. Жақсы, сау болыңыз, сәттілік. Сәттілік саған да. Нет. Так. Сұрақтарым дайын сияқты. Ал мен студияға бара берейін. Бүгін бізде маңызды адамдармен маңызды сұхбат болады, сондықтан жіберіп алмаңыздар. Білмеймін. Ойлап көру керек, ол кездегі нәрсені. Жарайды, сендер 8 наурызда жігіттер сендерді қалай құттықтады? Күшті болды, бірақ ол кезінде мен алып қалғам, одан кейін маған андай. Сол кезінде маған блокнот андай. Абазок сияқты андай, резинка бар ғой, сондай алып берді. Үйге әкеп берді ма? Жоқ, мектепке ол кезінде мен, одан кейін мен андай мектепке барғанмын ғой, сол кезінде маған апай. Мектепке барған кезде берді. Сыйлық ұнады ма? Ұнады. Қатты ұнады ма? Иә, ручка сатып берді. Ручка болды, ободок болды, иә? Тағы не болды? Сол кезінде блокнот. Блокнот болды, иә? Блокнотын қолданып бастадың ба? Бастадым. Блокнотқа не жазасың сен? Андай әдемі бір гүл көбелек бар да, соның суретін алам, или гүлдің суретін салам, өзім андай ананы жақсы көретін андай сөздер жазам. Күнделік толтырасың ба негізі? Күнделік мен толтырам, күнде. Не жазасың сен? Андай сынып сағасын жазам, өзін-өзі тану жазам, қосымша қазақ тілін жазам, андай математиканы жазам, 105-тен математика. Одан кәдімгі математика. Бір қосу бір тең 2 қанша болады? Қосу бір 2. 2 болады ма? Жарайды. Математиканы ұнатасың ба негізі? Ұнатам, қатты ұнатам. Баған түрінде, көбейту кестесінде. 4 қосу 4 тең 8 қанша болады? Қосу бір 8. 8 болады, жарайды. Енді сыйлыққа келейік. Сыйлық? Енді 7 мамыр келе жатыр. Саған орын сыйлық ұнады. Енді сен оларға қыздар болып не сыйламақшысыңдар? Ұлдарға ма? Иә. Ұлдарға андай өзім білемін. Былтырғы 7 мамырда оларды қалай құттықтадыңдар? Сыйлығын салып беріп жібердіңдер ма почтамен? Ол кезде бермедік. Бермедіңдер. Ренжіген жоқ па олар? Біз сендерге 8 наурызда сыйлық бердік. Сендер неге бермейсіңдер бізге деп? Ренжіді ма? Жоқ. Ренжімеді ма? WhatsApp'та, интернетте жігіттердің бәрі шулады ғой. Біз қыздардан сыйлық алмайтын болдық деп. Саламатсыз апай, 7 майда қыздардың сыйлығын қалай аламыз? Саламатсыз бапке, қалайсыздар? Қыздар, сіздер бізге не бересіздер ма, подарка? Әлде біз сіздердің үйлеріңізден барып алуымыз керек пе? Ұлдардың номері бізде жоқ. Саған ол сыйлықты сыйлады. София деген. София, сен де досың аты София ма?
Екеуің бірге не істейсіңдер? Бірге кездескенде немен айналысасыңдар? ойын ойнаймыз. Қандай ойындар ойнайсыңдар екеуің? Құммен ойнайсыңдар, иә? Құммен ойнайсыңдар, иә? Әлде қуыршақ құммен ойнайтындар бар екен. Ол саған браслет сылады, сен оған. Пока ойланып жатырмыз. Мен оған сыйлаған жоқпын. Ол маған подарокқа берді просто. Қара, 8 наурызда сені құттықтады ғой, иә, достарым? Топтағы ұлдар сендерге сыйлық берді, дұрыс па? Енді біз ұлдарға сыйлық беруіміз керек. Демек, біздің алдымызда ұлдардың мерекесі келе жатыр. Оларға қандай сыйлық дайындап жатсыңдар? Не берейін деп жатсыңдар? Ойластырдыңдар ма? Ал саған қандай сыйлық берді ол кезде? Ободок берді ма? Шаш жинайтын берді ма? Қандай сыйлық алып едің сен ол кезде? Қазір ойланып алайын. Қазір бір ұйықтап алайын, сосын жауап беремін десең. Білмеймін. Жарайды. Сен қандай сыйлық алғың келеді? Сол туралы айтайық. Не алғың келеді? Бір көйлек керек па саған? Көйлек керек. Көйлек керек, иә? Көйлекпен бірге киетін. Бәрін айта бер. Алып береді саған. Колготки керек. Колготки? Колготки де жазып қойық. Әке, Аға. ағау, анау, мен сізді мерекеге құттықтаймын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Танысық тілеймін. Ал қандай танымал адамды сен 7 мамыр мерекесімен құттықтар едің? Сержан Братанды. Неге? В жизни или в интернете не имеет значения. Оскорблять кого-то за глаза – это не по-пацански. За действия, за слова нужно отвечать. Ты меня понял? Шын-шындығын айт. Сен жарайды, онда бүйтейік. Сержан Братанды құттықтайық. Ақыры оны Сержан Братанды ұнатады екенсің. Енді оны 7 мамыр мерекесімен құттықтайық, иә? Дайынсың ғой. Ал камера сенде. Сержан Братан, сізді 7 мамыр мерекесімен құттықтаймын.